UFC танымал болғаннан бері ең мықты есте қаларлық жекпе-жек қайсысы болды? Бұндай сұрақ болса, сіз қалай жауап берер едіңіз? Мүмкін, жанкүйерлер тынымсыз күткен жекпе-жек, ең тез нокаут, немесе ең үлкен апсет. Бұлардың біреуін ғана таңдау әрине өте қиын. Сондықтан біз бұл бейнероликте UFC-дегі соңғы 30 жылдағы ең танымал көптен күткен 5 жекпе-жекті жинадық. Бастамас бұрын, осындай видеоның көп шыққанын қаласаңыздар, осы видео 1000 лайк жинаса, келесі бөлімді шығарамын. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Хорхе Масвидаль үшін 2019 жыл ең керемет жыл болды. Дәл осы жылы қарапайым боецтен үлкен жұлдызға айналды. Бұл танымалдылықты әкелген жекпе-жек Бен Аскренге қарсы орын алды. Қазірге дейін бұл финиш лигадағы ең тез финиш болып саналады. Екеуінің де өмірін өзгерткен 5-ақ секунд. Аскрен UFC-ге екі үлкен промоушнда жеңілмеген чемпион статусымен келді. Bellator және One FC. Өзінің дебютінде Лаулерді жеңгеннен кейін Масвидальға қарсы жекпе-жекте атын шығарғысы келді. Екеуі де бұл жекпе-жекті барынша танытқылары кеп, бірнеше интервьюде бірін-бірін жерге алып жерге салды. Сондықтан жанкүйерлер бұл екеуінің октагонда қашан жалғыз қалатындарын тағатсыз күтті. Хорхе Масвидаль әрқашан ударник рөлін атқаратын және қарсыластарын құлатқанды жақсы көретін. Ал Бен Аскрен болса күрескер және кезінде Олимпиада құрамасына кірген болатын. Төрешінің жекпе-жек басталды деген сөзінен кейін Хорхе Аскренге қарсы бар күшімен жүгірді. Бұндай стартты күтпеген Аскрен абдырап қалды. Масвидаль стрессті ситуация жасап, Бенді сасқалатты. Әрине сасқалаған күрескер не істейді? Әрине аяққа кіреді. Ол Аскренге қарсы рывок жасап, секіріп барып, күшті тізесімен анық басына ауыр соққы жасады. Және бұл соққы күшті болғаны соншалық қарсыласы канвасқа есін білмей құлады. Хорхе тағы бірнеше соққысымен жекпе-жекті аяқтады. Мен қазір жаңа UFC-дегі ең тез нокаут есімемін. 5-ақ секунд. Негізінде Хорхе 1,5-2 секунд. Қалған уақыт төреші Бенді құтқару үшін жүгіруімен кетті. Хорхе, бірінші соққыны жоспарладың ба? Или сен сол моментте оның аяққа кіретінін ұқтың ба? Не үшін бұндай соққы? Өйткені ол лох. Мен оған оның айтқан сөздері үшін жауабымды бердім. Егер ол көп сөз айтпағанда, мен оны екінші раундта жеңерем. Бұл уақытта аренада бірінші орын алатын нағыз танымал спортшылар болатын. Хабиб, Усман, Адесanya, тағы да басқа. Барлығы бұл нокаутты көріп шок болды және эмоцияларын жасыра алмады. Олардың көзінше UFC тарихындағы ең тез нокаут орын алды. Ешкім бұлай тез финиш жасамап еді. Бұл жекпе-жек тек 5-ақ секундқа созылды және екі боецтің карьерасын өзгертуге жеткілікті болды. Аскрен үшін бұл алғашқы жеңіліс болды, бірақ бұл жекпе-жек оны ментальды сындырды. UFC-де 3 жекпе-жек өткізіп, карьерасын аяқтады. Ал Хорхе Масвидальға келсек, бұл жекпе-жек оны супержұлдыз қылды. Специально оның келесі жекпе-жегіне BMF деп аталатын поясты жасады. Ол Камару Усманға қарсы 2 рет титулға қарсы жекпе-жек алды. Оның жалақысы өсті. Медиа туралы айтпай-ақ қойсақ та болады. Сол 5 секунд ең көп жалақы мен танымалдылықтың есігін ашты. Крис Вайтман мен Андерсон Силва арасындағы бірінші жекпе-жек ешкім күтпеген моментпен аяқталып еді. Паук 7,5 жыл жеңіліс көрмеп еді. Ол өз титулын 10 рет қорғап, орта салмақтың нағыз мықтысы болатын. Тәжірибесі жоқ, енді UFC-ге үйренісіп келе жатқан профессионалды жекпе-жегі Силваның титулы үшін жекпе-жегінен аз новичоктан жеңіліс Силваның қателігі деп танылып, келесі жекпе-жекті сөзсіз Андерсон қателігін түзетіп, жеңеді деп күтілді. Олардың бірінші және екінші жекпе-жегінің арасында бар жоғы жарты жыл өтті. Бірақ бұл жекпе-жекте Андерсон өзіне сенімді және сабырлы болды. Оның алдында кезінде оны жеңген ауыр соққыға ие мықты күрескер тұрды. Сол кезде Вайтман 30-ға да толмап еді, ал Силва 40-қа жақындап қалған еді. Енді Криске қарсы жекпе-жекке шындап дайындалу керек болды. Бірақ бәріне қарамастан Андерсон Силваға жанкүйерлер де, букмекерлер де сенді. Ол нағыз фаворит еді және тәжірибелікпен қарсыласын жеңіп, өзінің поясын қайтару керек болды. Вайтман өзінің мықты жақтарын жекпе-жекте көрсетіп және күреске кірісті. Бірінші раундта ақ Силва соққылардың астында қалды. Және жеңілудің азақ алдында еді. Раунд бойы Силва
жекпе-жекті партерде өткізді. Екінші раунд Сильва арақашықтықты сақтап, Вайтманның аяққа кіруін лоу-киктер арқылы қадағалап отырды. Бірақ дәл осындай лоу-кик жекпе-жектің нүктесін қойды. Екінші раундта Паук Вайтманға қарсы лоу-кик жіберіп еді, бірақ Сильва үшін өте ауыр травмаға әкеп соқтырды. Ол аяғын сындырып алды. Бұл жарақаттан кейін Андерсон бір жыл жекпе-жекке шықпады. Ал чемпиондықты қайтарып алу енді оның тек арманы болып қалды. Октагонға қайтадан көтерілгенімен 6 жекпе-жектің 5-інде жеңіліп, карьерасын аяқтады. Қазірге дейін бұл жарақат UFC-дегі ең ауыр травма болып саналады. Oh my goodness! Wow! Тек қана бір лоу-кик мәңгілікке орта салмақтың ең мықтысының карьерасын жермен жексен қылды. Жеңіл салмақтың алғашқы чемпионы Жозе Альдо 5 жыл бойы салмағын қорқынышта ұстады. Конор Макгрегор келмей жатып, бразилиялық ешкіммен жеңілмей беді. Ирландиялық 6 жекпе-жек өткізіп, 6-ауында да жеңіп, 5 финиш жасап, қарсыластарын көрмегендей қатар-қатарынан жеңімпаз атанды. Уақытша поясты да жеңіп алған болатын. Содан кейін карьерасындағы алғашқы қиын жекпе-жекке қарай ұмтылды. Бұл жекпе-жекті таныту үшін бірнеше қалада пресс-конференция өткізді және Макгрегордың дерзкий қылықтары арқылы көпке танылды. Макгрегор туралы жақыннан білгіңіз келсе, сіздерге жасаған бейнеролигімді көре кетіңіздер. Жозе Альдо салмағының ең мықты ударнигі болып саналды және паунд-та-паунд рейтингі бойынша ең мықты боец болып саналатын. Мұндай монстрмен жекпе-жек Конор үшін оңай болмауы керек еді. Альдо ешкімге 10 жыл бойы жеңілмеген болатын. Ол нағыз чемпион екенін нағыз мықтыларға түсіндірген болатын және әрқашан клеткадан жеңімпаз ретінде шығатын. Бірақ Конор біраз психикалық жұмыстарының арқасында Альдоның ментальды жүйесін құртты десек те болады. Жекпе-жек бастала сала Альдо Конорды нокаутқа жіберу үшін ұмтылды және бұл қателігін Конор жақсы пайдаланды. Макгрегор Альдоны қателігінен ұстап, оң қолымен чемпионды канвасқа құлатты. Бұл 13 секунд нағыз легендарный болып қалды және UFC дәл осы жекпе-жектен кейін қатты таныла бастады. Макгрегор нағыз чемпион және жұлдыз болып танылды. Ал оны бүкіл әлем таныды және UFC десе Макгрегорды еске алатындай биікке қол жеткізді. Кейінірек не болғанын өздеріңіз де білесіздер. Ал Жозе Альдо жарты жылдан кейін октагонға көтеріліп, жеңімпаз атанса да, уақытша чемпион болса да, титулға қол жеткізе алмады және ақырындап карьерасы құлдырай бастады. Ронда Роузи мен Холли Холм арасындағы 2015 жылда өткен жекпе-жек фанаттардың есінде мәңгі қалатынына сенімдімін. Ронда Роузи әйелдер арасындағы ережесіз жекпе-жектегі үлкен есімдердің бірі болатын. Карьерасында ешқашан жеңілмеген еді. Strike Force және UFC чемпионы болатын. 6 рет чемпиондығын қорғап, барлық жекпе-жекте тек финишпен аяқтаған. Және 7-ші ретте чемпиондығын қорғайтынына сенімді еді. 28 жастағы Роузиге қарсы 34 жастағы Холли жекпе-жекке шықты. Холли Холм тек UFC-де 2 жеңісімен ғана мақтана алатын. Коэффициент Холмның жеңісіне 8-ді көрсетті және бұл спорт үшін бұндай сан ретке еді. Бірақ жекпе-жек басталғанда бұл кеш Роузи үшін оңайға түспейтінін Холм түсіндірді. Холли Роузиді стойкада алып, арақашықтықты сақтап, күресуге мүмкіндік бермеді. Роузи қатарынан Холмның ауыр соққыларын жей берді. Ешкім паунд-та-паунд рейтингі бойынша алғашқы орында тұрған боецке қарсы бұлай өзіне сенімді өнер көрсеткенін көрмеп еді. Екінші раундта Холли Роузиді қателіктерінен ұстап, соққыларын жаудырды. Осындай қателіктерінің бірінде Роузи қарапайым жептен нокдаунға түсіп, көтеріліп болайын дегенше Холмнан хайкик жіберіп алады. Ешкімге жеңілмеген чемпионды Холли Холм хайкикімен чемпиондығын тартып қоймай, алғашқы нокаутқа жіберген болатын. Бір жекпе-жек және бір хайкик. Холли Холмды UFC тарихындағы әдемі жекпе-жектердің қатарына қосты.
UFC-дің құрылғаннан бері ең танымал жекпе-жек Хабиб Нурмагомедов пен Конор Макгрегор арасындағы текетірес. Бұл жекпе-жек туралы UFC көрмейтін адамдар да білетін шығар. Сол жылдары бұл жекпе-жек бүкіл әлемнің аузынан түспейтін нағыз шайқас болды. Хабиб сол кезде нағыз чемпион, бірақ бірде-бір рет поясын қорғамап еді. Сондықтан жанкүйерлер арасындағы оған деген сенімсіздік туындады. Ал Конор алдыңғы чемпион болатын, бірақ ешқандай жекпе-жек және титулын қорғамағандықтан чемпиондығынан айырылған болатын. Ол жеңілмегендіктен поясты қайта беліне тағуды қалады. Дәл осы жылдары оның хайпы жерге де, көкке де сыймай тұрған болатын және арманындағы Флойд Мейвезерге қарсы кәсіпқой бокстан жекпе-жек өткізген. Қосымша отқа май құйған сәт Конордың Хабибтің автобусына шабуылы болатын. Статистикаға үңілсек, дағыстандық өзінің күрес стилімен нокаутер ударникке қиын қарсылас болып көрінді. Бірақ бүкіл әлем Конордың тамаша жекпе-жектеріне үйреніп қалған еді. Сондықтан ең мықты жеңіл салмақтағылар арасындағы жекпе-жекте бәрін күтуге болатын. Егер осы текетірес туралы толық білгілеріңіз келсе, комментарий қалдырыңыздар. Ireland, the notorious Conor McGregor! Habib, the Eagle, Nurmagomedov! Жекпе-жек Конор үшін жақсы басталды. Ол Хабибке бірнеше дәл соққылар жасады және дағыстандықтың күрес стиліне қарсылық та көрсетіп үлгерді. Бірақ Хабиб бірінші раунд бойы Конорды сетканың жанында стойкаға шығармай жекпе-жекті партерде өткізді. Екінші раунд Хабибтің Макгрегорға соққысынан және кішкене Конордың нокдаунынан басталды. Бұндай соққыны Конорда күтпеген болатын. Күрескер жеңіл салмақтың ең мықты панчерін соққысымен нокдаунға түсірді. Үшінші раунд Конор басымдылығын көрсете бастады. Бұл раунд тек стойкада өтті. Төртінші раунд Конор үшін фатальный раундқа айналды. Ол Хабибтен тейкдаун өткізіп, удушающий приемға түсіп, берілуге тура келді. Көптен күткен жекпе-жек Хабиб Нурмагомедовтың жеңісімен аяқталды. Бұнымен олардың конфликтісі аяқталмады. Хабиб октагоннан асып түсіп, Конордың командасына жұдырғала жүгірді. Осы жерден үлкен төбелес басталды. Ал Хабибтің командасы Конорға жүгірді. Макгрегор Абубакар Нурмагомедовпен дәл сеткада төбелесуге тура келді. Және күзетшілерден өтіп кеткен Зубайрамен де соққылар алмасы үлгерді. Үлкен скандал Хабибтің UFC-ден аластатуынан аяқталды. Хабиб жекпе-жекке бір жылдан кейін оралды, ал Конор Макгрегор үлкен демалыс алып, тіпті UFC-ден кететінін айтқан болатын. Бұл UFC тарихындағы ең көп ақша әкелген турнир атанды. 180 миллион ақш долларын Дана Уайт бір кеште тапты. Бұл жекпе-жек туралы әрбір адам біледі. UFC-ге қызыға ма әлде жоқ па? Дәл осы жекпе-жек бұл турнирге танымалдылық алып келді. Сонымен сіздерге арналған бейнеролик өз аяғына да жетті. Сіздер үшін қай жекпе-жек есте қаларлықтай болды? Мүмкін ол жекпе-жек бұл топқа қосылмай қалған шығар. Комментарийге жаза кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.